Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз табиғаттағы өте маңызды затпен танысамыз. Ол су. Біз бүгін су қалай өзгеретінін білетін боламыз. Су тіршілік көзі. Адамдар су ішеді, жуынады, тамақ пісіреді. Жануарлар мен өсімдіктерге де су өте қажет. Сусыз өмір болмайды. Суды біз көбіне сұйық күйінде көреміз. Мысалы, стақандағы су, өзендегі су, жаңбыр суы. Сұйық су ағады. Ол құйылған ыдыстың пішінін алады. Егер су қатты суыса, ол мұзға айналады. Мұз судың қатты күйі. Қыста қар жауады, өзендер қатады. Бұл да судың өзгеруі. Күн жылынса, мұз ериді. Мұз қайтадан суға айналады. Мысалы, көктемде қар еріп су болады. Су әрдайым өзгеріп отырады. Егер су қатты қызса, ол буға айналады. Бұл судың газ күйі. Қайнап жатқан шайнектен ақбу шығатынын көрген боларсыңдар. Бұл да су. Күн ыстық болғанда су біртіндеп буға айналады. Бұл құбылысты булану деп атаймыз. Булану көлдерде, өзендерде, шалшықтарда болады. Су көзге көрінбей аспанға көтеріледі. Аспанға көтерілген бу салқындайды. Бу бірігіп бұлтқа айналады. Сондықтан аспанда бұлттар пайда болады. Бұлттар ауырласа, жаңбыр жауады. Кейде қар немесе бұршақ түседі. Жауын шашын жерге су болып түседі. Су қайтадан жерге оралады. Су табиғатта осылай айналып жүреді. Буланады, бұлтқа айналады, жаңбыр болып жауады. Бұл құбылысты су айналымы деп атаймыз. Су ешқашан жоғалмайды. Балалар, су үш түрлі күйде болады. Сұйық күйі су, қатты күйі мұз. Газ күйі бу. Су температураға байланысты өзгереді. Суды босқа ағызбайық. Суды таза ұстайық. Суды үнемдейік. Өйткені су біздің ең үлкен байлығымыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.